Саламатсыздар ма? Ата-ана сағаты подкастын бастаймыз. Бүгінгі подкастымыздың тақырыбы баланың тілі қашан шығады. Подкасттың жүргізушілері Сандуғаш Баймаханқызы және мен Бақытгүл Салыхова. Ардақты әлеумет, алдағы бір сағат көлемінде біздің каналда бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі тақырыпқа байланысты өте қызықты, салмақты әңгіме айтылады деп сенеміз. Сол үшін де біздің студиямыздың арнайы қонақтары бар. Жадыра Базарқызы, білікті дефектолог, логопед маман. Және де Қазақ радиосының жүргізушісі, осы 21 ғасырдағы Қазақ радиосының алтын дауысы деп танылған Мұхаммедәлі Болатұлы замандасымыз. Қош келдіңіздер студияға. Сонымен енді алғашқы сауалды төтесінен бастайық. Қалыпты жағдайда кішкентай баланың тілі неше жаста шығу керек? Жадыра ханым, сізге сұрақ. Қалыпты жағдайда, шыр етіп дүниеге келгеннен бастап, бала дыбыстай бастайды ғой. Ол ай қоса жаңағы 2 айдан бастап гуілдей бастайды. Одан ай қоса бастап буындай бастайды, буынды қоса бастайды. Негізі бір жаста баланың тілі жаңағы бір сөзді айту керек. Ата, жеңіл сөздерді. Негізі бір жастағы балада, 1,5 жастағы балада сөздік қорында 10-15 сөз болу керек. Ал 2,5 жастағы балада 300-350 сөз болу керек. Ал жаңағы 3 жасқа келген кезде мұнан астам жаңағы сөз қорында сөздер болу керек. 3 жасқа келген кезде бала негізі байланыстырып сөйлеп, сұраққа жауап беріп байланысқа түсу керек. Бұл қалыпты жағдай. Ал енді қалыптан тыс жағдайларда болып жатады. Кейде мысалға кейбір ата-аналар жаңағыдай сіз айтпақшы 1 жасқа келгенде қысқа сөздерді айта алмаса, болмаса 2 жасқа келгенде қысқа сөйлемдерді құрай алмаса, уайымдап, баланың тілі шықпай жатыр деген сияқты енді дабыл қаға бастайды, Ал енді осы шын мәнісінде дабыл қағып дәрігерге бару керек дейтін қандай бір белгілер бар? Негізі жаңа айттым ғой, қалыпты жағдайда 3 жасқа дейін егер де балада жаңағы сөз болмаса, дыбыс болмаса, кей балаларда дыбыстамайды, буындамайды. Сол кезде жаңа бұлдырлап, қазіргі ата-аналар айтады, өз тілінде сөйлейді дейді, бұлдырлап сөйлейді балалар. Дыбыстар бәрі бұзылған болады. Сондай белгілерді байқай бастаса, анасы міндетті түрде логопед маманына апару керек. Логопедке, логопедке болғанда бірінші невропатолог маманына апару керек, сосын невропатолог маманы арман қарай жаңағы неге жібереді, бағыттайды. Негізі қала бойынша ПМПК дейді ғой, психологиялық, медициналық, педагогикалық кеңес орындары бар. Бұл ең бірінші балаларды сол жерде диагностика жасап анықтап алады. Ол кез келген қалада бар ма? Ол кез келген қалада бар. Болу керек. Қазіргі кезде негізі балабақшаларда, бүкіл балабақшаларда, мектептерде болсын, емханаларда болсын логопед мамандары бар. Болу керек. Сол жаңа бала 3 жастан бастап балабақшаға барады ғой. Сол кезде логопед маманы тексеріп, диагностика жасап, егер жаңада балада психологиялық ақаулары жаңа кеш дамып жатса, баланы жалпы диагностикасын жүргізіп алады да, содан кейін барып, оларда міндетті ПМПК-ға жіберуге. Мұхаммедәлі, сіздің даусыңыз қаншада шықты ма? Бүгінден сайрайсыз, алдыңызға жады салмайсыз. Бұл бір қызығы, менің тілім 5-ші сыныпқа дейін күрмелген. Бірақ дегенмен жаңағы бастауыш сыныптың өзінде көркемсөз оқуларына қатысу, басқа да шаралармен, әсіресе осы тілге байланысты, дауыс пен дыбысқа қатысты байқау бола ма, шара бола ма, соның төңіректеп жүрген бала болған. Күрмелген деген күрмелген дегенде енді әрбір әріпке тілі келмеген сақау болған деген тәрізді. Мен кейде ұстаздарым айтады, бір кездері тілі ырға келмеген баланың дәл қазір диктор болып жүретініне көбісі таңғалады. Себебі мен 5-ші сыныпқа дейін емізік емген балам. Мен әжем асыраған. 5-ші сыныпқа дейін? Емізік емес. Жоқ, емізік. Сол. Ал мен негізі 4,5 айдан емшектен бөліп алып асыраған әжем. Содан бастап енді тіл қалай дамыды дегеннен, тіл негізі ортада жақсы дамитын тәрізді. Мен бір бағана қызық ақпарды қосқым келіп отты осы орайда. Бір шетелде, енді біз шетелде деп айтсақ, көп ақпарат қызықты әдемі естілетін сияқты болып тұрады өзі. Шынайы естілетін сияқты, айтқанын алдауға оңай деген сияқты адамды шетелде деген. Бірақ бұл нақты жазылған, дәл қазір осы бұның авторы иесі есімде жоқ бұл әңгімен. Дегенмен бір оқиға болады. Енді бізде бағдарлама өтеміз, дауыс қою басқа деген тәрізді. Сонда мынандай бір қызық оқиға бар. Бір жанұя, отбасы өзінің баласын осы 1 жаста ата-әжесінің ауылына
бағуға апарып тастайды. Сол бала тілі шықпаған 2 жаста қайтадан алады, 1 жылдан кейін қайта алып келеді баланы үйіне. Сөйтіп 2,5-да баланың тілі шыға бастайды. Тілі шыққан баланың сөздік қорында ата-анасы білмейтін сөздер бар. Яғни ол ата-анасының кәдімгі баулуында 6 ай жүр. Бірақ былдырлап тілі 2,5 жаста шыға бастаған баланың айтатын сөзінің барлығы ана ауыл лексиконындағы ауылдың адамдары, ауылдың алтауызы деген сияқты сол мәнерде, сол мақамда сөйлеп отқан кезде ата-анасы таңғалады. Кейбір сөз түсінбейді. Ата-әжесіне, жаңағы өздерінің ата-анасына хабарласып біліп алады аудармасын. Яғни бала, негізі бала құрсақтан түсінеді тілді. Сол кезден бастап оның қоры қалыптасады, оның сөздік қоры қалыптасады. Ол бәлкім айта алмауы мүмкін. Бірақ ертең мынау еріні, жалпы өзінің сөйлеу аппараттарындағы бұлшық еттері бұрыштап айтуға сай келетін кезде ол бүкіл сөзді айтады. Ол бұғауыз боқтықты естісе, соны айтады. Ол басқа мақал мәтелді естісе, соны айтады. Мынау бір түпкі санасында бар сөз. Байқасаңыздар, бір видео таспа жүрді, бейне таспа. Бір ауылдың баласы, тауық кепе ма, соның шатырында отырып алып, бір тіл деген таза, үн деген мықты, мақам деген кәдімгі бұрынғы қазақтың әуезде сол. Енді ана баланың тілі, ол өзі бір 4-5 жастағы бала шығар бәлкім. Бірақ сайрап отқанда, яғни адам орта қалай сөйлейді, ол сол қалыпты бұзбай сөйлейді. Сол жерден ол өзінің жаңағы сөздік құрамсағына жебе жинайды. Барлығы осы. Сондықтан баланы негізі ортасы тәрбиелейді. Балабақшасы тәрбиелейді. Яғни оның тілі шықпайды, әлі де болсын ол сөйлемейді. Ай осы үнсіз қалады, ай осы мылқау болады, ай осы деп отқанда ана баланың 5 жасқа келген кезде барлығын басып озған себебі. Өйткені булығып ана ішіне жинай берген сияқты барлығы. Ертең мынандай бір сұрақ туындап отыр. Жаңа мамандардың айтатын ақпаратынан бастадыңыздар ғой. Мына жаста мынша сөз білу керек, мына жаста мынша сөз деп. Ата-ана баланың тілі шығу туралы қандай ақпарат білуі керек? Мысалы, ылғи маманға жүгіне бермейді ғой. Бала дүниеге келді, сол жастан бастап ата-ана білуге тиіс нәрселер бар ма? Иә, жаңа кішкентай өсіп келе жатқан бала 1 жасынан бастап тілі шыға бастайды деп айттық қой. Сол кезден балаға таппақ, оған дейін 1 жасқа дейін мысалы. 1 жасқа дейін баламен ана сөйлесіп отыру керек. Және өз ана тілінде. Және өз ана тілінде, таза тілінде, қазақ тілінде сөйлесіп отыру керек. Және жан-жағындағы мысалға мынау күшік, ол кішкентай, ол жаңағы жануар деген секілді жан-жағындағы нәрселермен байланыстырып отырып, баламен ана үйде көбірек сөйлесу керек. Және көп кітап оқу керек дейді. Мұхаммедәлі, жаңа сіздің айтқан ойдан тағы бір сұрақ туып отыр да, маман ретінде сізге. Мысалға 5 жасқа емізге емгенге. Қазірде көп балалардың кей дыбыстарға тілінен келмеуінде сол емізіктің кесірі деген бір сенім бар да енді. Сол қаншалықты рас? Иә, ол рас. Өйткені жаңағы өз бетімен бала тамақ іше, оның жаңағы сөйлеу аппараты дейді ғой, жаңа сөйлеу аппараттарына мүшелеріне тісі, тіл, ерін, таңдай, қатты таңдай, жақ сүйектері жатады. Ол кішкентай кезінен өзі қалыпты жағдайда жаңағы 6 жастан бастап балаға тамақ бере бастайды ғой. Сол кезден бастап бала өзі шайнағанда жаңағы сол қимыл қозғалыстар арқылы ол баланың жаңағы тілінің шығуына да, сөйлеу аппаратына да әсерін тигізеді. Ал еміздікті беріп қойып тек қана бүйтіп сорып дайын нәрсені жұта салғанда ол балада жаңағы сөйлеуді кеш болады. Ол еміздіктің де әсері болуы мүмкін. Әрине, барлығы бір ғана нәрсе. Жалпы сөз деген дүние қалай шығады? Сөз деген дүниенің өзінің құрылуы, ол біріншіден дем, ауа. Ең бірінші адам бала қашан сөйлейді дегенде, баланың ең бірінші бұған дейін маман айтқандай, баланың психологиялық және физиологиялық өзінің сырқаттан, дерттен сау болғанын білсеңіз, байқасаңыз, оны нақ көзіңіз жетсе, болды, оған еш алаңдаудың қажеті жоқ. Екінші мәселе, бұл сөз деген дүние, тап мына жүгіретін спортшы қалай бұлшық етін шынықтырады, сөзде дәл бұлшық етпен шығады. Мына ауыз қуыс аппаратындағы бүкіл дүние бұл кәдімгі адамды сайрататын кәдімгі мәшине ғой, теретін, әріп теретін мәшине сияқты. Соны қосып жалғап атып отыр. Екінші мына мәселе бар. Қалай қорқу керек, қалай бала тілі алаңдауға бола ма дегеннен шығады. 1-2 ай бір бағдарлама өтердің алдында бұған дейін
бір нәрсе қатты ойландырды мені. Мен өзім жануарлар әлеміне көп үңілгенді жақсы көремін. Сандуғаш ханым жақсы біледі, біз бағдарламамызда сондай болатын. Мені таңғалдырған дүние бұл неге тотықұстар сөйлейді деген. Неге қарға мен тотықұс сөйлейді, неге приматтар сөйлемейді. Яғни адам сөзін қайталай алады деген. Адам сөзін қайталай алады. Яғни сөйлейді деген мағына енді әйтеуір аузынан бір әріптердің қосындысымен сөз мағынасын шығарып тұр ғой. Неге приматтар сөйлемейді деген ой келеді. Адамға ең жақын жануар. Жақын, оның еріні, езуі, оның танауы, оның таңдайы, оның тілі барлығы бар. Ал енді мынау өзінің тұмсығы тін сияқты. Қарапайым тілде мыңға миллионға түсінікті болу үшін пластмасс деп алайықшы. Сонымен сөз қайталайды. Неге тотықұс және қарға? Сөйтіп осыны ойлай келе, оларда мимикрия деген нәрсе бар, яғни қайталау процесс. Қайталау деген дүние адамды әсіресе мына тіліне, сөзіне жауап беретін дүние, бұл қимыл қозғалыстағы мидың қимыл қозғалыс бөлігіндегі дүниеге қатысты бар екен тікелей. Яғни қимыл қозғалысы ширақ, өзі еті тірі баланың тілі де ерте шығады. Қазір барлығы айтып жатыр ғой, мына сипап сезуі дамыған бала тез сөйлейді деген сияқты. Сондықтан бұрынғы енді 5 жасында мысалы Бөлтірік би, Қазыбек би, Сырым Датұлы барлығының бала күннен 6-5 жастан бастап, 4 жастан бастап, олардың тақылдап 5 жастан бастап жаңағы билік құрып сот жүйесіндегі өздерінің шешімдерін айтқан сәтінің барлығы олардың біріншіден өте еті тірі бала болған және олардың өте ширақ болғаны. Қазіргідей енді қала баласы ол өзі қылығының өзі оспадарысы ғой кейбір байқаса. Осы жерде тағы қосайыншы. Қол моторикасы даму үшін. Ол балқара тізесін жерден тіктеп көтерген бала бұрын бұған дейін де осы тақырып төңірегінде ойланған кезде мені көшпенділер мәдениеті қатты ойландырған. Неге көшпенділердің Потанинді айтып өтші, бір әдемі мысалың бар еді. Потанинге қатысты. Бұлай бұл далада тастарының өзі ән салғандай. Яғни әрбір адамына жолығып, әрбір адам әуезді, әрбір адаммен тілдесіп қалса, оның енді тілінен кәдімгідей сөзбен қатар күй шығып тұрған сияқты әсер етеді. Бұл көшпенді және араб та көшпенді халық. Мысалы ең қиыны мысалы үндістердің, Америка үндістерінің кезінде осы екінші дүниежүзілік соғыста жасырын құпия сөз ретінде таңдалу үшін олардың өз адамдарын радиоға отырғызғаны. Бұның барлығы, яғни бұл тілдер өте эмоционалды, өте жағдайды үнмен-ақ дыбыстай алатындай сөздік мағына құрған тіл қоры. Енді осының барлығын жия келе, ол бала тізесін тік көтереді, одан тақымына жылқыны қондырады да, содан жалына жабысып, о деген моторика емес, сен бүкіл қаңқан жұмыс істейді ғой. Табиғатпен үйлесіп кетеді. Екінші мәселе баған айтқан жан-жануарлар жайлы. Бұған дейін де бір әріптестеріміз сұраған кезде бала тілі. Мен бір әріптесім бала тәрбиесі туралы жақында кітап жазды. Сол досымыздың баласының тілі өте кеш шықты. Тек жаңағыдай гуілдейтін. Гуілдеп бір дүниелерді айтады, барлығы алаңдады. Содан біз ойладық, жоқ, алаңдайтын еш мәселе жоқ, себеп жоқ. Себебі бала өте ширақ. Өте ширақ деген сөзді және өтеге 2 рет көбейту керек. Гиперверсия. Ол енді гипер деген сөздің өзі толық ана баланың енді әрекетін суреттей алмайды. Себебі ол одан да әлдеқайда күшті. Содан жақында барып көрген кезде сол баласын енді қарап, көтеріп, бір ерекше еркелетіп басынан сипап атсаң, анау деген бір сөз айтып үлгерсең, 5 сөз айтады да өзі тағы сұрақ сұрайды сенен. Сондай тіл шыққан. Сондықтан бірінші осы баланың, яғни тілі шықпастан бұрын ортасы өзі дұрыс сөйлеп, менің өз ойым. Екінші, баланың кәдімгідей ширақ болуына дұрыс шаралар. Мысалға, бала демекші, менің өзімнен кейінгі сіңілім 4,5-5 жасқа дейін сөйлей алмаған, тек бұлдырлап жүрген. Үйге келгендер сол бұлдырлағанның өзін қызық көріп, сөйлеп, сұрақ қойса, папа блайт кетті, папа блайт кетті, содан басқа ештеңе айтпайтын болған ғой сіздің. Оны жаңа қорқып дефектологқа да апарған, нағашыларға апарып жаңа қойдың аш шегімен буындырған деген сияқты. Бірақ енді қазір сол сіңлім 5 жасқа келгенде тілі шықты да, қазір үйдегі ең көп сөйлейтін, ең тез сөйлейтін бауырым сол, қарап отырсақ. Енді жаңағы қазақ ырымдарға байланысты сұрағым келіп отыр да. Осы қойдың шегімен буындыру қаншалықты нәтижелі, шын мәнісінде сондай тәжірибелер бар ма? Мысалы ел арасында оған қатты сенеді әлі күнге дейін. Тілі шықпаса немесе кеш шықса.
қой сойып нағашылары арнайы буындырады, қорқыту есебінде шығар енді. Негізі жаңағы баланың тілі жалпы дамуымен байланысты ғой. Психологиялық, не болмаса жаңағы нерв жүйесінде зақымдар болса, сондай жағдайда міндетті түрде балада енді өсіп келе жатқанда ақыл ойына бәріне мән береді ғой ата-ана. Сол жағынан жаңағы нелерді дамымауын көрсе, оны міндетті түрде жаңағы логопед-дефектологтарға апару керек. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, менің сіңілім. Сіздің сіңіліңізде ол бүкіл ақыл ой дұрыс, тек қана задержка дейді ғой, жаңағы сөйлеу ғана ұсталынып тұрған ғой. Ол 5 жаста болсын, 6 жаста болсын шығып кетеді. Кенеттен шығып кетеді, иә. Ал жаңағы сіздің айтып отырғаныңыз жаңағы ырымдарға байланысты, ол да солай. Егер де балада неврологиялық ауру болса, психологиялық тежеулер болса, онда оны міндетті түрде медицина жаңағы невропатолог, психолог деген сияқты мамандарға апарып. Ол жердегі мәні түбірі аш ішекпен жаңа буындыру дейміз ғой, енді бәлкім мен дұрыс айтпай отырған шығармын. Бірақ сол ата-аналармен сөйлескен кезде, сол туралы бір дерек оқыған кезде, оның түбірі баланы қорқыту арқылы шығару, үркіту. Бұл қаншалық дұрыс медицина тұрғысынан? Қалай ойлайсыз? Ол жағынан мен енді өз басым дұрыс деп айта алмаймын. Өйткені қорқытып, енді онда бір несі бар шығар. Кері әсер беруі мүмкін. Мүмкін. Өзі тілі шықпайтын балада жаңағы бізде кешіктеді, мысалға сондай бір нелер тіл кемістіктері бар. Олар бала қорқу, сондай үйірден пайда болатын тіл кемістіктері, қорқып қалғаннан жаңағы. Енді ондай кеңес айта алмаймын. Жаңа қол моторикасы туралы бастадық қой сөзді. Қол моторикасын дамыту арқылы адамның миындағы байланыстар кеңейіп дами түседі. Нақты бір мысалдар айта аласыз ба? Ата-ана баласының қол моторикасы даму үшін қандай жаттығулар жасау керек? Негізі баланы дамыту үшін мен өзім жаңа балабақшаларда жұмыс жасаймын ғой. Бізде артикуляциялық жаттығулар жаңағы сөйлеу мүшелеріне байланысты, соларды жаттықтыру арқылы біз жаңағы баланың дыбысын түзетуге және қимыл жаңағы мүшелерінің қимыл қозғалыстарын толығымен жетілдіруге арналған жаттығулар. Содан кейін жаңағы тыныс алу жаттығуларын жасаймыз. Ол да жаңағы дыбыс деммен бірге шығады. Дұрыс дем алу керек. Бала дұрыс дем алу үшін біз жаңағы тыныс алу жаттығуларын жаттықтырамыз. Әртүрлі тыныс алу жаттығулары бар. Оны сосын жаңағы ұсақ қол моторикасы арқылы біз саусақ қол жаттығуларын жасатамыз. Сол арқылы ұсақ қол моторикалары дамиды. Неғұрлым жаңағы ұсақ қол моторикасы дамыса, сол құрылым баланың сөзі дамиды. Алақанын сипау, алақанға массаж жасау. Міне тіл жаттығулары, мысалға қазіргі кезде балаларда көбінде жаңағы р дыбысы, ш дыбысы, ауаны қажет ететін дыбыстар көп шықпай жатады. Л дыбысы көп кездеседі, 4-5 балаларда шықпайды. Қалыпты жағдайда 4-5 балаларда л, ш дыбыстары шығу керек. 4-5 жастағы балаларда, 4-5 жастағы балаларда. Ал р дыбысы 6 жасқа дейін шығу керек. 6 жасқа дейін р дыбысы шықпаса, онда жаңағы логопед маманына бару керек. Бұл кезде мысалға л дыбысына мен бір тіл жаттығуын көрсетіп жүрейін. Л дыбысы негізі айтқан кезде тіліміз жоғарғы тістің артында қатты таңдайға тиіп тұру керек, ла деп. Бізде көп балаларда ва деп айтады. Өйткені бұл жерде бұлшық еттеріне жаңағы біз мынандай енді жаттығулардың өзінің балаларға арналған арнайы аттары бар. Нан илеу, нанды жаю деген нан илеу. Тілмен ба? Тілмен, жоқ. Оны жаңағы тілмен балаларға қызықты болу үшін, түсінікті болу үшін елестетіп, сондай тез бала сол кезде қабылдайды. Мысалға, жаңағы л дыбысының жаттығуы қамырды илеу деген. Тілді екі тістің арасына қойып, та-та-та-та-та-та-та деп. Тілдің ұшы тістеніп тұру керек. Тістеніп тұру керек, тістеп. Бұл содан кейін нанды жазу деген. Ол тіл екі ерінің арасында тұру керек.
пә 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 деген дыбыс шығарып. деген дыбыс шығарып тұрмыз ба? Пә 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 деген дыбыс. Пә пә деген. Бұл жаттығудың мақсаты жаңағы тілдің бұлшықеттерін қатайту, дайындау, л дыбысы, өйткені жаңағы бала айтқан кезде артқа қарай тартылып кетіп жатыр ғой, бұлшық еттері тартылып тұр. Сол бұлшық еттерін жаттықтыру. Бір ақ қосарым бар, осы л әрпіне қатысты енді бізде осындай бағдарламалар барысында енді дауыс қою, дикторларға тікелей қатысы бар қажетті жұмыс. Одан кейін кейбір жандар өзінің сәл бір кемшіліктері болса сұрай қалады. Енді ол кемшілік емес. Бір нәрсе айтар. Егер баланың алдында екі күрек түсі болмаса, ол л деген әріпті айтпайды. Күрек түсі шықпайынша. Ол анық, бұл дәлелденген дүние. Себебі мен өзім балам 7-ге енді жақындап келе жатыр. Сол л дыбысының екі күрек түсі жоқ, түседі ғой, баланың сүт түседі. Содан л-ны айтпайды. Барлығы алаңдайды. Мен айтамын, неге алаңдайсыңдар? Сөйтіп, бұл л дыбысы шығады, екі күрек түсі шыққан кезде. Л деген өзі тілдің ұшы жаңағы тістің түбіне барып тіреліп л деп итеріледі сол жерде. Ол таңдайдың қызыл ектің маңайында емес, ол тап. Р деген әріп бұл тіл вибрациясы, яғни тіл дірлі. Осы қазақтың қ деген бұл ең қиын әріп. Қазақта өзі кейін білмеймін, осы түріктердің ана г деген әріптің юмшакка болып кеткені сияқты ың деген әріп жоғалып кетеді. Оның мәселесі бір қызығы. Қазақта бұл жалғыз әріп. Бірінші дауысты дыбыспен басталып, өзімен тоқтайтын. Қалған дауыссыздың барлығы дауыстымен шығады. Яғни қын айту үшін оның артынан итеріп алып шығады. Ал ың деген әріп бір өзінің шығу тәсілі де сол, яғни өзімен тоқтатады. Өзімен ауаны тоқтатады. Осы кезде ауаның 60-70% бөлігі нақты осылай жүйесі. Ол мұрыннан шығу керек. Осы ың деген әріптің байланысы. Бұл 42 әріп болса, қазақта 42. Оның енді қаншама, енді оның ішінде біраз біздік емес. Дегенмен 42 әріптің жалпы 21-ін айтқан адам сақау болмайды. Осы ыңға байланысты жаттығулар бар ма? Қалай жасауға болады ың әрпін? Енді ың әріпі бірінші дауысты дыбысты айтып барып нүкте қойған. Ол жерде мысалы бүкіл ауаны ішке мұрын арқылы шығару керек. Мұрыннан шығаруды дағдыландырса, оның қалыпты тұрда, яғни аузын жауып тұр, ыны айтып бәтіп, аузын басып, әрі қарай ауаны мұрыннан шығар деп дағдыландырса, бұл айтылатын әріп. Яғни тек енді оны қолдануда бақанақ психология керек. Мен бірнеше журналисті білемін. Ол осылай беттесіп, гидарласып тұрған сәтте жеме-жемде айтады. Ыңның өзін жеке дара ыңылдатып жібереді. Бірақ сөз барысына қосқанда. Басқа болсын, жалпы бүгінде көп адам. Сол дыбыс мүлдем жоғалып бара жатыр. Балалар айтпайды, ересектер оны да айтпайды. Эфирден жоғалып бара жатыр, басқаны айтпағанда. Осының себебі не? Біздің сөзіміз өзгерген жоқ. Мына дүние қатты әсер етеді. Осы жақында 2 күн бұрын жазушы бір досым хабарласты, жазды. Мұха маған мектеп қабырғасында, яғни мектеп шаңырағының астында оқитын, яғни үні бұзылмаған қазақша, қазақ тілінде таза сөйлейтін бала, осы білімгер студент, бірінші, екінші курс студенті керек деді. Енді мен оған әзіл шыны аралас жауабым былай болды. Енді ол үшін оны баланы тапқаннан көрі уақыт көлігін жасап, ғасыр артқа кету керек шығар бәлкім. Дұрысы сол. Себебі мына нәрсе бар. Яғни қазақ даласына шаһарлар, қамалдар, бекіністер келді ғой. Соны төңіректеп ел қонған кезде бастап қазақтың өзінің қала мәдениеті қалыптасқаннан, хат мәдениеті қалыптасқаннан, бізде жалпы кейбір тарихи деректерде де ресми хаттар, мысалы аға сұлтандардың татар тілінде жазған хаттар өте көп. Бір-біріне жазған күннің өзінде. Яғни аудармашылар егер сыртаралық байланыс жазғанда, қашан қала мәдениеті қалыптасады, бұл қала мәдениетінің төңірегіне топтасады көптеген елді мекен. Енді қараңыз, оған мәдениет кіреді. Оған сауда кіреді, базар бар, базар тілі бар, басқа тілі бар, сот тілі. Осының барлығы айнала келе қоршаған кезде сенің тіліңе енетін қаншама сөз бар. Сол жердегі әріп сенің негізгі тіліңдегі әріпті де бұзады.
мысалы кейбір яғни басқа тілдердің әсерінен деп ойлайсың ба? Әлбетте, менің өз пікірім осы. Мысалы қазақтың неге енді ол мысалға соңғы жылдары әсіресе қатты білініп жатыр ғой. Бұған дейін мысалы біздің бала кезімізде мен ондай проблеманы естіген емеспін. Мына бұл бір ғана нәрсе, бұл телевидение, бұл мәселе ең бірінші қазақ тілінде енді барлық енді субъективті жеке пікір ғой, қате болуы мүмкін, және қате деп те ойлаймын өзім. Қате болғанда қалай? Мына нәрсе бар. Біріншіден ұстаздар, ата-аналар, олардың өзінен бала естіп біле алмады. Одан кейін ол қайдан үйренуі мүмкін, ол ың деген әріпті. Ол ыңылдаған адамды естімеген бала ол қайдан айтады ол әріпті? Мысалы, бізде менің әкем марқұм Ф деген Ф бар ғой, фабрика деген кезде Ф-ны айтпайды екен. Кейін сол еске алып отқан кезде шәкірттер келіп айтады, ағай бізге жаңағы нефтехимия деген сабақ береді екен, мұнай химиясынан. Сонда орысша өткізеді дейді, лекция өткізіп отқанда айтады дейді, нефт деп айтады дейді. Ағай, нефт па, нефт па деп сұрайды екен. Ей, фабрика дегенде келетін қышы, фабрика дегенде келетін деп айтады дейді. Яғни, иә, рас, мен әкем әскерде шетелде болған, оқуында сол жақта жүрген, бірақ үн қалпы бұзылмаған ғой. Ол бұны б деп айтып кетті. Пәленшейіп дейді. Көшеде көріп қала ма бала, пәленшейіп дейді. Ей, пәленшейіп. Қазақтың кәдімгі заңдылығы толық сақталған үнді сол кезде. Мен сол кезде ғана айттым, қазақтың үнін естігісі келген адам, мынау YouTube бағдарламасы сіздер де шығасыздар, сол алаңда, дәл сол алаңда осыны көріп біліп, дереу Асыл Мұра деген бағдарламаны қарасаңыздар, Жәнібек Кәрменов пен Ақселеу ағамыздың хабары бар. Сол жерде қалай тіл, үн, дыбыс. Осы жерде бір сұрақты қояйыншы. Сіз логопед мамансыз, сізге ата-аналар көп келеді. Қандай мәселелермен көп келеді? Жаңа ырдан басқа қандай әріптер қиыншылық қазір жиі кездеседі балаларда? Қазіргі кезде осы жаңағы өз тілмен, өзімнің енді практикамда өз тілмен сөйледі дейді. Былдырлап 3 жаста бала, 4 жаста дыбыстар бәрі бұзылған өз тілмен жаңағыдай түсініксіз сөз айтады да, байланыстырып айтып тұрған сияқты біраз сөздерді айтады, бірақ түсініксіз дыбыстар. Сондай, өзі ғана түсінеді, мамасы да кейде түсінемін деп айтады, бірақ біз түсінбейміз. Оны зерттеп көрдіңіздер ме? Ол неден болуы мүмкін? Оның себептері көп. Мен өз ойым ойлаймын, жаңағы екі тілдік, мысалға балабақшада қазақша сөйлейді, ол баланы балабақшада қазақшаға береді, ал үйде ата-анасы орысша сөйлейді. Осы үлкен сондай балалармен де көп кездеседі. Жоқ, біз бұны қазақ қыламыз, қазақша сөйлетеміз деп. Бірақ мен өзім ойымша, ол баланы қинап қажеті жоқ. Ол балада жаңағы сөйлеумен қатар бүкіл ойлау қабілеті бәрі орысша болып кеткен. Ол балаға қазақшаға шығу үшін біраз жұмыс жасау керек, қазақша тілін дұрыс шығару үшін. Сол себептен мен ата-аналарға айтатын кеңесім, егер де баланың тілі орысша шықса, оны орыс балабақшасына беру керек. Қазақша болса, қазақшаны. Ал мысалы, қазақ тілді отбасындағы баланың неге тілі орыс тілінде шығу керек? Өйткені мынау қазір теледидардан, не болмаса. Осы теледидар демекші, бізді тамашалап отырған көптеген ата-аналар бар, соларға айтып өтетін дүние, жалпы тілдің кеш шығуы және түрлі бір қате дыбыстардың пайда болуы немесе сөзді дұрыс айта алмаудың бірден бір кесірі осы теледидар мен гаджеттер екен, бүгінде. Сондықтан 3 жасқа дейінгі, яғни баланың тілі таза шыққанға дейінгі мерзімде теледидар мен гаджеттер алдында өтетін уақытты мейлінше шектеу қажет. Және де тағы бір қызық дүние, мысалы, кей ата-ана балам тілі кеш шығып жатыр, әлі сөйлемейді дейді. Ол оның жаңағы тіл аппаратынан, сөйлеу аппаратынан емес, есту қабілетінің бір мүкістігінен болуы әбден мүмкін. Себебі тіл мен есту бір-бірімен байланысты. Сондықтан да тек қана жаңағы тілі шықпайды деп бірден логопедке апармастан бұрын, бәлкім оны терапевтке апарып, оның қаншалықты есту қабілеті дұрыс екенін де тексеріп алу жөн. Енді маған бір қызықта осы жерде медицина тұрғысынан, жаңа мысалға әкеңіздің П-ны айта алмағаны сияқты, кейбір кісілер жаңағына Р-ны айта алмайды, Ш-ны айта алмайды. Сол кезде олар П деп сөйлеп тұра, өздерін естіген кезде Ф деп қабылдай ма, жоқ П деп қабылдай ма? Олар, яғни қате сөйлеп тұрған ол адам біле ма, жоқ біле ме? Біледі, бірақ өзі оны айта алмайды. Өйткені мысалға Р дыбысына да көп келеді ғой, 6 жастағы балалар.
Сосын жаңағы үлкен қыздар менде болды, жасөспірімдер, 14-15 жастағы қыздар, ұлдар келді. Соларда мысалға р дыбысын мен қойып берем, олар менің көзімше айтады, р дейді, сөзде де айтады, буында да айтады, сөйлемде де бәрін айтады, бірақ былай орталыққа келгенде, ортада сөйлегенде ол айта алмаймын дейді. Дағдыланып кеткен ол. Сөйтіп мен екі қызға қойдым, ол адамға байланысты. Бір қыз бір жұманың ішінде р дыбысын айтты, 13 жастағы қыз. Қойдық, ол айтып кетті. Жақсы, тап-таза айтады екен. Ал мамасы екінші қызға қойғаным, ол айтпайды дейді. Ұялады, дағдыланып кеткен, оған ол сезеді өзінің кемшілігін. Біледі, сол себептен қысылады. Жаңа тіл кемістігі негізі баланың мінезіне де қатты әсер етеді. Бала тұйықтала бастайды. Логопедтің ғана проблемасы емес, басқа мамандар қосылып шешетін мәселе. Мынандай бір мәселе бар да, мысалға көптеген кісілер Мұхаммед жақсы біледі, біздің салада өте жиі кездесетін проблема деуге болады. Мысалға жасы 40-тан аса, болмаса 30-дан аса р-ны айта алмаса, болмаса ң-ды айта алмаса, өмір бойы мендегі мүкіс осы, өмір бойы айта алмаймын деп өтеді. Бірақ 60-тан асқан адамды да дұрыс дыбыс қоюға болады. Ол адамға байланысты. Бағана айтқан дүние бұл жалпы 42 әріптің 21-ін айтса, ол адам қалған 21-ін айта алады деген дүние. Бұл спортшы сияқты басында келтірген мысалым. Адам сөзі бұлшық еттерден шығады. Яғни сен бір шақырымды бағындыру үшін алғашқы адымды жасау керек тәрізді. Бұл жерде де бір өзінің амалдары бар атқаратын. Мен соны сен жасауың керексің. Ол бір. Екінші, бағана психология басқа деді. Яғни адам өзінің ыңды айта алатынын біледі. Бағана айтқандай жеме-жемге келгенде осы жеке отқанда ыңылдатып жіберуі мүмкін. Бірақ көпшілік алдына шыққанда, топ алдына шыққанда ол кішкене тосылып қалуы ғажап емес. Ол да бар, ол психология екінші. Үшінші мәселе, мысалы кез келген дүниені бойға қондыру үшін екі уақыт бар. Біреуі академиялық уақыт, екінші астрономиялық уақыт. Бәріңіз білесіздер, оны елдің бәрі. Оның сағат деген бар, мысалы бір белгілі бір дағдыларды қалыптастыру үшін адам күніне 4 сағаттан айналысу керек. Міне осындай жүйелер бар, яғни сен әлемді бағындыру үшін 3 жыл, 5 жыл, 7 жыл деген, міне осындай уақыттық қағидалар бекер жай немесе біреудің ерігіп отырып ермек қылып айта салған сандар емес қой. Бұның барлығы еңбек арқылы тәжірибеден өткен. Сондықтан баланы баулу бұл ең қиын әлемде. Осы мен төзімділікті қажет ететін. Мен расында да егер балам болмаса бұл тақырыпты келіп айтып бас сұқпас едім бұл бөлмеге. Бір жай бар. Дәл қазір мысалы бір қызығым, кіші ұлым ырды айта алмайды. Ол 4 жаста. Бірақ ырды айтшы десем, ол дейді. Ол айтады. Мен түсіндім, ол алда айтады деді. 5 жас, 6 жаста. Өйткені ол тіл дірлі, ода бар, қалыпты сақталған. Жарайды, жақсы. Әкеңнің өзі де 5-ші сыныбында айтқан ырда ештеңе етпейді деп өзім қойдым. Екінші мәселе бағанағы л. Барлығы сол үлкен ұлдың ырды айта алмайтынына, лыны айта алмайтынына қатты алаңдаулы болды. Сөйтіп айттым, екі күректі сөзсін айтады лыны. Себебі оның л дегенді айтшы десем, өзіндік тәсілі бар. Бүйтеді. Ішке тартып. Яғни өзі ойлап тауып жүрген әдіс тәсілін қолданады. Яғни жеке айт десем әріпті. Содан кейін айттым, бұл да мәселе жоқ. Ертең жаңағы өзі асап жейтін тісі өссе, сол тістеп жейтін. Онда болды. Жақсы, Мұхаммед әлі осы тұста бір дүние есіме түсіп отыр. 2017 жылы әлеуметтік желіге Мұхтар Әуезовтің бала кезіндегі бір жақсы оқиғаны жазған едің. Сол туралы біздің көрермендермен бөлісіп өтсең. Осы бір сәт болды, Инстаграм парақшама осы дыбысқа, дауысқа, үнге қатысты ақпаратпен бөлісіп отыруды. Бір бала күнде әдебиет сабағында оққан дүние еске түсті. Өмірбаян деп аталады. Мұхтар атамыздың өзі жазған. Басы өте қызық басталады. Ол енді керемет, енді суреткер сол жерде дастарханның қалай болғаны, еттің баппен пісіп жатқаны туралы айтатын. Қазанның әрбір жаңағы судың бүлкілі қазандағы соны жазып келді. Әуезовтің 6 жас шамасы. 6 жас. 6-да өзі бастайды. Омархан деген көшпелі қазақтың шаңырағында отырдық. Семей облысы Шыңғыс болысында деп басталады. 1897 жыл мен сол қыркүйек айында дүниеге келгенмін.
деп басталады. Сол бір 6 жасымда үйге атам әуез келді дейді. Сөйтіп атам әуез баршамыз отқан кезде енді тілдесіп отырғанда балам ырды айтшы деп айтты дейді. Р деген әріп қой. Мен сол кезде жазғанмын. Бүтін бір қазақ әдебиетіне сондай шырақ, сондай жұлдыз болып келетін, жарық болып келетін жанның жазу әлеміне кіруіне, бір Р деген ғылым әлеміне кіруіне Р деген әріптің әсер етуі қандай керемет деп сонда айтады. Әуез енді өзі молда болған, сол атам Р дегенді айтты деді, мен Р дегенді айттым деді. Содан бұл баламен оқуды бастаймыз деп айтты дейді. Сол ауыл молдасынан білім алу, яғни молдаға сабақ береміз деген дүние екен. Неге деген кезде бұрынғының молдасы Құранның алғашқы сөзі Бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөздегі Р-ны толық айтпаса баланы білімге қабылдамайтыны тәрізді дейді. Біз Құдай алдында күнәһар болып қаламыз ба деген қорқыныш болатын дейді. Сөйтіп бастап, яғни бұл мәселе қайдан кетеді? Ол имамдардың оны шегеріп тұрғанда емес. Бұл жауапкершілікте, балана жауапкершілігінде. Яғни мен оған қазір үлкен ілім берем. Яғни сол қателікпен бойында қалып қойса, ол өзінің ырды, яғни логопед немесе дефектолог маман емес екенін біліп тұр. Р-ны айтқыза алмайды. Сондықтан Р-ны ата-анасы үйретіп әкелсе, мен әрі қарай алып кетемін деп тұр. Дәл сол сияқты білім саласы, ата-ана деген өзі үлкен мамандық қой адамның өміріндегі. Солар жауапкершілікпен қарау керек тәрізді. Сондықтан мектепке барардың алдында 42 әрібін қатар қондырып бойына дартып біз мектепке жетектеп алып бару керек. Қазіргі кезде мына деп шешендік айттым. Қазіргі кезде шешендік өнер деген үйірмелер өте көп. Ол кіші сынып оқушыларына да, үлкен балаларға да ұсынып жатады. Кейде балалар өз дауысы емес, жаңағы бір өздеріне ұнаған диктор болсын, актер болсын, тағы бір кісілердің дауысына еліктеп, соны салып сондайға өтіп жатады. Қалай ойлайсыздар? Міне ең бірінші осы сұрақта төркінін енді түсінгенде тәрізді, және маған қатысты бір дүние, мынандай нәрсе бар. Мен ең бірінші Байжанбаев деген есімді бастауыш сынып пәнінің мұғалімінен естідім. Мен бала күнде қараңыз, мен бастауыш сыныпта оқимын. Мына балада Байжанбаевтың үні бар. Әнуарбек Байжанбаев диктордың үні бар, ұқсастығы деп. Яғни сонда кішкентай күннен гүрілдеп тұрмын. Сөйтсек, біздің кейде біраз енді біз Инстаграм парақшасында жазғанда ауылдастарымыздың да астында жазбалары, пікірлері болады. Сол кезде көп айтады, әкеміз негізі, әкеміз өзі дауысы сондай жарқын шығатын, мына көшенің басында кетіп барады, күлсе, екі көшедегі адам естіп, мына бөкен жүр екен ғой деп айтатындай, сондай бір адам екен, гүрілдеп қалған. Солардан сұрауларыңыздар. Сонда жалпы негізі дауысқа қатысты бір дүниені айта кетейін, тағы да қосымша үнге қатысты дүние. Мынау адамның дауысы өзі қалыптасады, қойылады. Бір қызығы бала күннен бастап мына ән айтатын, ән салатын, немесе жыр, терме, өлең оқитын жандардың ертең өзі бой жете келе, ер жете келе, есейе келе ұл қыздың дауысы ерекшеленіп тұрады. Себебі бала күнде алған анау машықтанған дүние ғой. Сондықтан баланы машықтандыра берсеңіз, оның дауысы екі бастан мықты болып шығады. Бағана Потаниннің айтатыны ғой, мысал жақсы көреді. Яғни бала күннен бастап ол ән тыңдайды ма, ыңылдап соған қосылады. Содан бастап қалпы, желдің дауысы. Одан кейін мына нәрсе бар, бала сақау. Неге көшпенділерде жалпы сақау аз болады, және тіл ерте шығады. Себебі бұл әрбір малдың үнін қайталап өседі. Мысалы, әкесі онымен ойнаса қасқыр болып ырылдап, бір жаңағы әйтеуір серкенің бір жағын тартып тұрса, көкпарға баулайтын болса, бас кәдімгі қасқырдай тартып, баламен ырылдап, аударысып атқанда да қасқыр болып, арыстан болып, оны батырлыққа баулса, егер басқа бір сиырды мысалы, жылқыға мінген бала, мысалы арғымақ тақымымен қысқан бала, ол бала шу мен дір дегенді айтады. Ойлаңызшы, бітті, шыны айтқан жерден шының барлығы және с деген әріп шығады. Шыны айта алсаң болды. Осы әкіріп. Енді рыны айта алсаң тағы үш әріпті қосыңыз оған. Енді пыны айтсаңыз м, б деген барлығы осы еріндік. Яғни осы мысалы жануардың дыбысын, жануардың дауысын, оларды дауыс болмайды, дыбыс қой, соны қайталап баламен бірге ойнаған, баланы солай баулыған тез шығады. Сол кезде бала тілі болады, және ода ешқандай нүкістік болмайды.
Сондықтан көшпенділердің өркениеті мықты. Сұрақтан сұрақ ойдан ой туып жатыр. Жадыра ханым, сізге маман ретінде сұрағым, сіздің орталыққа мысалға күніне бірнеше балалар, ата-аналар келіп жатады ғой. Енді жаңағы тілдегі мүкістік, кейбір дыбыстарды қате айту, болмаса сақаулану, кекештену тұқым қуалай ма? Негізі тұқым қуаламайды, бірақ жаңағы ата-аналардың айтуы, әкесі солай кеш сөйлеген, мен өзім солай кеш сөйлегенмін деп айтады. Негізі ол дұрыс түсінік емес. Қазіргі заманға сай, дамыған заманға сай баланы негізі дер кезінде түзету керек. Өзінің жасына дейін, жаңа мектепке барғанша дейін баланы бүкіл дыбыстары айтылу керек. Ол үшін біріншіден жаңа тағы да енді біздің көрермендерімізге кеңес болсын деген дүние ғой. Біріншіден жаңа Мұха айтып өткендей, баланың тістері дұрыс болу керек. Сондықтан ауру тістер болса, оны емдеудің, жұлудың, салудың оның әсері бар, е? Тістің жалпы адамның сөйлеуіне өте әсері зор ғой. Я зор, но бірақ жаңағы ата-аналар, кеш келген бір ата-ана бар маған, 6 жаста алып келді баласын. Тісі жоқ, содан менің алдында логопедтерге барған ғой. Р дыбысын айта алмайды, сол Р тіс жоғынан айтпады деп айтты дейді. Бірақ менімше оған қарамайды. Мен ол балаға Р-ны қойдым. Оны сұрап отырғаным, мысалға мен ең алғаш кедергі жаңағы Р-ны анық тістің жоғы, жаңағы негізі Р дыбысы ауа арқылы шығады ғой. Кедергі жасайды, мысалға Ш-ға жасайды. Ш дыбысына Ш анық шықпайды. Ол бала айталады, бірақ тісінің жоғынан анық шықпайды. С да солай. Сол кісінің шәкіртіміз деп санаймыз өзімізді. Сол кісіге алғаш барған кезде, бірнеше адам тұрған кезде сөйлетті де, жанымдағы бір кісіге сенің 5-ші ме 6-шы азу тісің жоқ қой, бірінші соны салдырып кел деді. Сонда азу тіс деген өзіңіз ойлаңыз, тілдің мына бұрышында көрінбейтін дүние, бірақ ол соның сөйлеуіне қарап, қай тісінің жоқ екенін дәлме-дәл тауып тұр. Яғни қалай болғанда да әсері бар дегенім ғой. Дәл осындай бір қызық оқиға. Қазақ фильмде дубляжда 2008 жылы бір көркем фильмді дыбыстап отырмыз. Сол кезде дубляж режиссері, мынау өзі пульттап отқан, сол бәрін қарап, дыбыстың әрбір дүниесіне, тетігіне телміріп отқан адам, сол бір жазам тоқта дейді. Тағы бар, қайта оқимыз, тоқта дейді. Мынаны айтамыз, тоқта дейді. Бір қырдан көреміз, екі қыр басқаша барлығын көрдік. Шықшы деді, шықтық. Келіп айтты, я сенің бір тісің жоқ деді. Азу тіс жақтан. Я сенің пломбың түскен деді. Мен аң-таң ана жерде. Себебі содан 2 күн бұрын кәдімгі пломбым түсіп, тісім ойылып қалған. Сонда шынымен ауа иірімі, ауыз қуысының ішіндегі ауа иірімі, ауа соғысы дыбыс деген. Жоқ, оны қараңыз, оны жаңағы құрылғы аппарат. Сол аппарат айналдырып әкеп, ұлғайтып көрсетіп тұр ғой, үлкейтіп. Бұл содан ол танып көріп біліп тұр, оның ана жерде бір мүкістік бар екенін. Міне осындай дүниенің барлығы, ол құлақ ілмеуі мүмкін, бірақ құрылғылар қағып алады оны. Сондықтан егер осы салаға маманданам деген жан болатын болса, осының ертең әйтеуір соңында жүрем деген жан болса, ол бала күннен балам осы салада болсын деген ата-ана болса, онда сол шақтан бастап, бала шағынан бастап әйтеуір бағыт беру. Құрметті әріптестер, өкінішке қарай біздің бағдарламамызға берілген уақыт өз мәресіне таяған екен. Бағдарламамыз түйіндейтін сәтке келіп жеттік. Әрине, екеуіңіз де өте білікті мамансыздар, айтылмай қалған дүние көп. Дегенмен, дәл қазір біздің көрермендер осы экраннан екі маманның Инстаграм парақшасына сілтеме көреді. Сол парақша арқылы, сол сілтеме арқылы мамандардың парақшасына жеке хабарласып, жеке кеңес алуға болады ғой, е? Болады. Сондықтан бүгін бізде студияда қонақ болған белгілі жүргізуші, радио жүргізуші Мұхамедәлі Болатұлы және білікті логопед-дефектолог Жадыра Базарқызы бүгін келіп жақсы әңгіме айтып, өз тәжірибелеріңізбен бөліскендеріңіз үшін көп рахмет сіздерге. Сіздерге көп рахмет. Ата-ана сағаты подкасты аяқталды осымен. Сау болыңыздар. Амандықта жүздесейік.